Саламатсыздарбы оқушылар. Бүгін біз магнит өрісі тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз Лоренц күші. Лоренц күші деп отырамыз. Қай кезде пайда болады? Жалпы формуласы қандай? Ол кезде біз жалпы айтқан күштің бағытын қалай анықтай аламыз? Осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Көп оқушылар көбінесе есептер шығара алады, бірақ Лоренц күшінің формуласын қалай пайда болғанын білмей жатады. Я болмаса зарядтың бізде екі түрлі шамасы бар, оң және теріс шамасына байланысты қалай анықталатынын білмей жатады. Сол сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ең бірінші Лоренц күші неге әсер етеді? Естеріңізде болса, кеше біз ампер күшін өткен кезде F ампер күші. Ол бізде ток күшіне әсер етеді. Яғни тоғы бар өткізгішке әсер етеді. Тоғы бар өткізгішке әсер етеді. Енді қарайық. Бізде ток күші деп отырғанымыз белгілі уақыт аралығындағы зарядтардың тасымалдануы деп айтамыз, яғни токтың өзі белгілі бір уақыт аралығында зарядтардың тасымалдануын біз ток күші деп айтамыз. Енді қарайық. Ампер күшін қорытып көрейік. Ампер күші бізде I көбейтілген B көбейтілген L. Синус альфамен 90-ға тең деп қарастыра қояйын. 90 градус болсын, яғни 1 болсын, мына жердегі көбейтілген 1, Енді ампер күшін әрі қарай түрлендіріп көрейік. F ампер тең I деп отырғанымыз не дейтін болады? Q көбейтілген T көбейтілген V көбейтілген L. Енді қарайық. Мына жерге қарасаңыздар, L көбейтілген T деп отырғанымыздың өзі, ол бізде жылдамдықты береді. V тең болады L бөлінген T, негізі кинематика бөліміне қарастырған кезде ол жылдамдықты береді. Сол кезде біздің негізі теңдеуіміз неге алмасады? Q, V көбейтілген V. Яғни мына жердегі осы тоғы бар өткізгіште ток пайда болмай жатып, зарядтардың тасымалдануының әсерінен пайда болатын күш, ол бізде қандай күш деп аталады екен? Лоренц күші деп аталады. Лоренц күші. Лоренц күші бізде неге әсер етеді? Ол заряды бар бөлшекке әсер етеді, яғни заряды бар бөлшектің әсерінен бізде магнит өрісі пайда болатын болса, ол бізде осы бөлшекке әсер ететін күш Лоренц күші деп аталады екен. Яғни мына жерде Q деп отырғанымыз ол бізде заряд, өлшем бірлігі кулон, KL деп айтамыз, кулон. V деп отырғанымыз бізде бағыты бар магнит өрісінің индукция векторы, магнит өрісінің индукция векторы. Өлшем бірлігі Тесла. Одан кейін келесі біздің шамамыз V. Бұл бізде V деп отырғанымыз жылдамдығы, яғни зарядтардың қозғалу жылдамдығы, жай ғана жылдамдығы емес, зарядтардың қозғалу жылдамдығы. Ол жылдамдықтың өлшемін біз білеміз, метр бөлінген секундпен есептеледі. Яғни бізде сонда Лоренц күшінің теңдеуі F тең болады Q көбейтілген V көбейтілген жылдамдығы. Мына жерде бізде синус альфа бар, мана мен өзім 90 градусқа тең деп қарастырдым. Негізі Лоренц күшінің теңдеуі заряд көбейтілген индукция векторы көбейтілген жылдамдық көбейтілген синус альфамен анықталады екен. Енді қарапайым осы Лоренц күшінің бағытын анықтап көрейік. Лоренц күшінің бағыты. Лоренц күшінің бағытын анықтаған кезде бізде әрдайым зарядтың бағытын қарастырамыз және жылдамдықтың бағытын. Осы зарядтың қозғалысының пайда болуына әсер етіп жатқан жылдамдықты қарастырамыз. Яғни зарядтың шамасы бізде екіге бөлінеді. Заряд. Оң заряд болуы мүмкін. Заряд. Және теріс заряд болуы мүмкін. Теріс заряд болуы мүмкін. Бұл зарядталған бөлшектердің, яғни зарядтық негізгі шамасы керісінше болатын болса, бағыты ауысады. Алдындағы формулалар бойынша қарастырайық. Бізде магнит өрісінің индукция векторы бар. Белгілі бір қозғалысы жылдамдығы бар, зарядталған бөлшек бар. Мысалы, зарядымыз бізде былайынан бағытталып жатсын. Яғни, біздің жағдайымызда былайынан болып тұр ғой. Белгілі бір жоғары аумақтан сол қолымызды аламыз. Жоғары бағыттан бізде магнит өрісі индукция векторы өтіп жатыр. Ал зарядтар мына аумақта таралып жатыр. Мына аумақта таралып жатса, күштің бағыты қаяққа қарай келіп жатыр? Өзімізге қарай. Сонда мына зарядтың шамасына байланысты F күштің бағыты, F күш
қалай болып тұр? Өзімізге болып тұр. Өзімізге. Енді екінші жағдайда қарастырып көрейік. Екінші жағдайда керісінше біздің өрістеріміз бізге қарай бағытталып жатсын. Ал зарядымыз q заряд, зарядталған бөлшектер тұрады, жоғары қарай бағытталып жатсын. Жоғары қарай бағытталып жатыр деген сөз, мына аумақта заряд жоғары қарай кетіп жатыр деген сөз, ал магнитудалық индукция векторы мына аяқта. Яғни n мына жағында, s біздің өзіміз жағында болып тұр. Сол кезде f күшінің бағыты қай жаққа қарай кетіп жатыр? F күшінің бағыты біздің жағдайымызда оңға қарай бағытталып жатыр. Былайынан мен f күшін салсам, f Лоренц қай жаққа қарай бағытталып жатыр? Оңға қарай бағытталады. Қарасаңыздар, балдар, бұл жерде біз қарастырып жатқан зарядтардың шамасы 10 заряд деп қарастырып жатырмыз. 10 заряд. Бізде бірақ зарядтар әрдайым 10 заряд бола бермейді. Бізде жаңа өзіміз айтып кеттік, зарядтардың екінші шамасы бар, теріс заряд болса. Мына жағдайда енді зарядымыз, мына жерге мен минус қойып қояйын, теріс заряд болсын, кері қарай. Теріс заряд болатын болса, жаңағыдай магнитудасымыздың индукция векторы жоғары қарай бағытталып жатыр, жылдамдық не қарай бағытталып жатыр. Теріс зарядтың бағыты негізгі есептегі берілген бағытына қарағанда кері қарай ауысады. Яғни сонда мына бағытымыз дәл солаймен өтіп жату керек. Жоғарыдан, және заряд мына қарай бағытталып жатыр. Егер мен қолымды былай қарай бұратын болсам, магнитудасының индукция векторында бағыты өзгереді. Тек қана жылдамдықтың бағыты өзгереді. Ал енді мына зарядтың шамасы кері қарай теріс зарядпен айналдыратын болсақ, ол кезде біз жылдамдықтың бағытын былай ауыстырамыз. Сол кезде бізде магнитудасының индукция векторы жоғары қарай бағытталып жатыр, заряд кері қарай бағытталып жатыр, ал күш бізден әрі қарай. Яғни зарядтың бағыты теріс болса, күштің де бағыты не істейді? Күштің бағыты кері жаққа қарай ауысады. Яғни мына жерде кері жаққа қарай ауысады деп отырғанымыз, мына бағытты, жаңа күштің бағыты мына жаққа қарай ауысты, дәл солай. Енді мына жағдайды қарастырып көрейік. Біздің жағдайымызда мына тоқ бізге қарай бағытталған болып, заряд жоғары қарай кетіп жатты. Дәл осындай жағдай болсын. Заряд q заряд теріс болсын, минус q жоғары қарай бағытталып жатсын. Яғни біздің жағдайымызда былайынан болып тұр ғой. Енді дәл осы жағдайды қалыптырамыз, яғни былаймен айналдырамыз да кері қарай қоямыз. Сол кезде кері қарай қойған кезде тоқ бізде былайынан кетіп жатады, заряд төмен қарай, ал күш солға қарай бағытталады. Яғни зарядтың бағыты ауысса, күштің не бағыты ауысады? Күш бағыты да ауысады. Сонымен оқушылар, біздер бүгін зарядталған бөлшектерге әсер ететін тағы бір күшті қарастырдық. Ол бізде Лоренц күші болды. Лоренц күшінің негізгі теңдеуін біз ампер күшінен қорытып шығардық. Яғни белгілі өткіштің бойында тоқ жүргенге дейін оған әсер ететін, осы тоқтың пайда болуына дейін әсер ететін күш, ол бізде Лоренц күші екен. Оның формуласын біз қорытып шығардық, қалай шығатынын, және осы күшке әсер ететін Лоренц күші сол қол ережесі арқылы анықталатынын білдік, және сол қол ережесін қолдануды үйрендік. Назар салғандарыңызға рахмет.